Сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгін біз перчатканы қалай киюді үйренеміз, және де алдымен перчатка кимес бұрын қолымызды қалай өңдеу керек екенін көрсетемін. Ең бірінші, қолдағы барлық сағаттарыңызды, жүзіктеріңізді барлығын алып тастайсыз. Одан кейін қолыңызды түресіз міндетті түрде, су кетпеу үшін. Қазір менде су жоқ, бірақ та былай визуалды түрде көрсетіп жатырмын. Қолымызды міндетті түрде түреміз, кранымызды ашамыз, 3-5 мл су сабын аламыз. Қаншалықты сізге керек екен, су сабынды алдық. Қолымызды кішкене сулап жібереміз де, әдеттегідей қолымызды жуа бастаймыз. Ең бірінші бізде алақан-алақанға техникасы, ол бірінші техника, бізде жалпы 6 техника. 1, 2, 3, 4, 5. Содан кейін оң қолымызды сол қолымызға былай үстімізге қоямыз. 3, 4, 5. Керісінше сол қолымызды оң қолымызға 1, 2, 3, 4, 5. Кейін қолды айқастыра 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін бас бармағымызды айналдыра движениясымен жуамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осы кезде білегімізді де алып кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі қол 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кейін 5-ші движениямыз бізде қолды кілт тәріздес, тырнақтарымызды асын, осылай бәрін екелейміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кейін қолымызды осылай ең соңғы движение домалақтана 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Болды, осымен 6 этапымыз қол сабындау бітті. Енді қолды шаю керек. Кран ағып тұр. Кранның астында осылай қолымызды сабын біткенше бәрін жуып аламыз. Одан кейін 10 қолдың шынтағымен кранды жабамыз. Қолмен теспейміз кранды, өйткені қолымыз уже стерильденген. Кейін бумажный салфетки немесе марля, сондай немен, тоже тазамен осылай 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 осылай кептіреміз. Кептіргеннен кейін міндетті түрде антисептик жағамыз қолымызға. Антисептикті жағамыз, 6 движенияның барлығын былай тез-тез қайталап жібереміз. Болды, қолымыз стерильденген. Енді бізге перчатка. Бізде қазір перчатка стерильденбеген. Егер дегенде операционный перчатка болса, ол кәдімгідей осылай қайрылып, өзі тұрады стерильденген. Осын визуалды түрде қарастырайық. Перчатканы кию үшін бізде оң қолымыздан бастаймыз. Сол қолымыз таза, ішкі жағынан былай ұстаймыз да, былай киіп жібереміз перчатканы. Перчатканы киіп жібереміз. Сыртын теспейміз. Сырты стерильденген. Кидік перчатканы. Енді оң қолымызбен екінші, үшінші, төртінші саусақтармен осылай перчатканың, көрдіңіздер ме? Сыртқы жағынан, науда стерильденген, осылай не істейміз, киіп аламыз. Перчаткамыз дұрыс орналаспапты, осылай киіп аламыз. Бітті. Енді осыдан кейін перчатканы жалпы антисептикпен өңдеп болса болады. Осымен бітті. Біз бүгін қолғапты қалай киюді, және де оған киюге дейінгі барлық өңдеуді көрсеттім. Енді алдағы сәтте перчатканы қалай шешу керек. Перчаткамыз мысалы жарада, барлық қан, перчаткамыз кір болды деп елестетейік. Ең бірінші бізде оң қолмен қайттан бастаймыз. Сол қолдың перчаткасын былай шешіп алуға, тура осы жерден ұстайсыздар да, міне, былай шешіп аласыздар. Оң қолды жиырып, міне, сол қолдың бас бармағымен, былай да шешуге болады негізі, бірақ та бас бармақпен ыңғайлырақ осылай, міне, ішкі жағын, көрдіңіздер ме? Бітті. Осы перчатканы класс Б-ға лақтырамыз, А-ға лақтырмаймыз, Б-ға, өйткені біз пациенттің қанмен, терісімен жанастық. Сол үшін Б классына осылай апарамызды лақтырамыз. Осымен бітті, достар. Бізбен болыңыздар. Алдағы видеоларда тағы да осындай қызықты тақырыптар түсіруге уәде береміз.